Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы дала табиғаты. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз тірек сөздер мен сөз тіркестерін синоним сөздерге ауыстыру, синонимдік қатарды қолданып мәтін жазу, қосымшаларды үндестік заңын ескере отырып жалғау, орфографиялық нормаға сай жазу. Оқушылар, ең алдымен жинақы мәтін туралы теориялық түсінік беріп кетейін. Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Мәтінді толықтай түсіне отырып, мәтіндегі негізгі ойды басқа формамен бекіту процесі. Түпнұсқа мәтін өңдеу барысында жинақы мәтінге айналады. Жинақтау тыңдалым және оқылым материалдары негізінде жүргізіледі. Жинақы мәтін жазудағы мақсат оқырманды мәтін мазмұнының негізгі идеясымен таныстыру және түпнұсқаны оқуға кететін уақытын үнемдеу. Жинақы мәтін түрлері диалог, тезис, аннотация, презентация, конспект, кесте, схема, тезистік жоспар және ықшамдалған мәтін. Жинақы мәтін құрастыру жолдары: мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау, қосымша ақпараттарды сызып тастау, негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу, автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау, мәтін түпнұсқасының сілтемесін көрсету, мәтінге тілдік өзгерістер енгізу, алынған ақпаратты барынша қысқа беру үшін лексикалық, грамматикалық бірліктерді дұрыс таңдай білу керек. Мысалға, қайталауларды жалпылауыш сөздермен алмастыру, сөздерді синонимдермен алмастыру, бірнеше жай сөйлемді бір құрмалас сөйлемге немесе құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдыру. Жинақы мәтін түпнұсқа мәтінінен 75%-ға дейін қысқа болады. Егер кітап болса, түпнұсқа мәтіні 99% ықшамдалады. Өз ойларыңды жинақы мәтінге қосуға болмайды. Жинақы мәтін тек автор идеясынан ғана тұруы керек. Оқушылар, теориялық білімімізді одан әрі толықтыра түсу үшін экрандағы үлгіге назар аударайық. Түпнұсқа мәтіні ұлттық тағамдардың пайдасы. Қазақ халқы асты жоғары бағалап, қадірлей білген. Сондықтан қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды жоғары қойған. Астан үлкен емессің, ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құстырар деген секілді ескертпе сөздер, мақал мәтелдер осының дәлелі. Қай заманда қалай айтылғанына қарамастан, халық асты құрметтеудің жолын, оны әзірлеудің көзін, ретін таба білген. Осы жерде оқушылар түпнұсқа мәтіннің ықшамдап, синоним сөздерді баламаларымен ауыстырып, оны жинақы мәтінге айналдыруға болады. Қазақ халқы асты жоғары бағалап, адам қажеттіліктерінің ішінде жоғары қойған және оны дайындау жолдарын білген. Оқушылар, мәтінді тыңдау барысында мәтін ішіндегі қосымшалар мен үндестік заңына назар аударып отырайық. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Оның әрбір әсері адам өмірінде
үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсемдендіре түседі. Әр жыл мезгілінің өз ерекшелігі бар. 4 жыл мезгілі қоршаған ортаны 4 түрлі ғажайып күйге бөлейді. Таудан аққан өзеннің дауысы, жасыл шөптің сыбдыры әдемі көңіл күй сыйлайды. Бау-бақшада өскен жеміс-жидектердің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құстар қонар. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырларда аз емес. Оның керемет әсемдігін жырлаған, суреттеп жазған ақындар баршылық. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Сондықтан табиғатты қорғайық. Енді балалар, мәтіннің ішінен тірек сөздерді теріп жазып, синонимдермен ауыстырып көрейікші. Тапсырманы орындап болсақ, өз нұсқамызды экрандағы тірек сөздермен салыстырып көрейік. Парызымыз, рөл, өзгеруі, әсемдендіре түседі, әсер етуде, қорғайық. Енді осы тірек сөздерді өзіміз жазған баламаларымен салыстырып көрейік. Парызымыз, міндетіміз, рөл, қызмет, өзгеруі, құбылуы, әсемдендіре түседі, жандандырады, әсер етуде, зиянын тигізуде, қорғайық, аялайық. Оқушылар, сіздердің де нұсқаларыңыз дұрыс екендігіне мен сенімдімін. Енді оқушылар, осы тірек сөздерді қатыстыра отырып, жинақы мәтін жазып көрейікші. Жинақы мәтін жазу барысында келесі қадамдарды басшылыққа алуымыз керек. Мәтіндегі тірек сөздерді табамыз, мәтінді ықшамдап қайта жазамыз, жазылымда үндестік заңын ескереміз, жалғаулар мен шылауларды қатесіз жалғаймыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, экрандағы нұсқамен өзіміздің жауабымызды салыстырып көрейік. Жинақы мәтін, табиғатты қорғау біздің міндетіміз болғандықтан, оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Жыл мезгілдерінің құбылуы табиғатты одан әрі жандандырады. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа зиянын тигізуде. Сондықтан табиғатты аялайық. Оқушылар, сіздердің де жазған жинақы мәтіндеріңіздің дұрыс екендігіне мен сенімдімін. Қорытындылай келе, бүгінгі сабақта тірек сөздер мен сөз тіркестерін синоним сөздерге ауыстыра алдық. Синонимдік қатарды қолданып мәтін жаздық. Қосымшаларды үндестік заңын ескере отырып жалғадық. Орфографиялық нормаға сай жаза алдық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Білім алаңында жүздескенше.